Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода математика 2 сынып 73 сабақ көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті тақырыбын талқылаймыз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суреттерге қара, балалар алаңында неше текше бар, өрмелеу қабырғасына неше шаршы сызылған. Балалар алаңында неше текше бар екенін сендер өздерің есептеп көріңдер, ал өрмелеу қабырғасына неше шаршы сызылғанын мен сендерге оңай жолмен есептеуді көрсетемін. Яғни бұл жерде қанша қатар бар? 1, 2, 3, 4 қатар бар, 6 баған бар екен. Енді осы екеуін бір-біріне көбейтсек, бұл жерде қанша шаршы шығатыны белгілі болады. Қазір көрейік соны есептеп. 6-ға 4-ті көбейтеміз, 24 шаршы сызылған екен өрмелеу қабырғасына. Келесі тапсырма. Бұл жерде ереже екен, кез келген үлкен тақырып өткенде ережесі болады. Көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді. Бұл сендер бұрындары өткен қосылғыштардың орнын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді деген тақырыпқа сәйкес келеді екен. Қазір бұл ереженің нақты мағынасын алдыңғы тапсырмада түсінетін боламыз. Кестеде неше баған және неше жол бар? Яғни бұл жерде 5 баған 3 жол бар екен. Ол екеуін бір-біріне 5 пен 3-ті көбейтетін болсақ, 15 ұяшық деп біз қанша ұяшық бар екен табамыз. Дәл сол сияқты есеп, мына қораптың ішінде текшелер салынған. Бұл жерде 5 қатар 4 баған бар екен. Енді осы екеуін көбейту арқылы біз мына қораптың ішінде қанша текше бар екенін білеміз. 5-ке 4-ті көбейтеміз, 20 текше бар екен. Қане тексеріп көрейік. Енді алдыңғы ережені есімізге түсірейік. Көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді. Бірінші есепке қараңдар. 3 пен 5-ті көбейтсек те 15, 5 пен 3-ті көбейтсек те 15. Яғни көбейткіштердің орны ауысты, бірақ көбейтіндінің мәні өзгерген жоқ. 5 пен 4-ті көбейтсек те 20, 4 пен 5-ті көбейтсек те 20. Яғни көбейткіштердің орны ауысты, бірақ көбейтіндінің мәні өзгерген жоқ. Енді ортада мына қызылмен белгіленген формулаға назар аударыңдар. Бұл, яғни А көбейту Б тең болады Б көбейту А-ға. Яғни көбейткіштердің орны қанша ауысса да, көбейтіндінің мәні өзгермейді деген формула екен. Келесі. Үлгі бойынша орында дейді. 20 көбейту 2 тең 20 қосу 20 тең 40. 2 көбейту 20 тең 40. Яғни бұл тапсырманы орындау арқылы біз қосып, сандарды бір-біріне бірнеше рет қосып, оған уақыт кетіріп, оның әр санды бір-біріне қосып ойша есептемей-ақ бірден көбейту арқылы, көбейту амалы арқылы уақытты және өзіміздің жаңағы тез есептеуімізді үнемдейді екенбіз. Шығарылуы міне. Келесі 4-ші тапсырма. Бұл жерде 4-ші тапсырмада қысқаша жазылу бойынша есептер құрастыруымыз керек екен, және сол есептерге біз кері есеп құрастыруымыз керек екен. Бірінші есепке көңіл аударайық. Бірінші шаңғышы 27 метр, екінші шаңғышы 19 метр, үшінші шаңғышы белгісіз, бірақ бірінші шаңғышыға қарағанда 3 метр артық. Барлық шаңғышылар қанша метр жол жүрді дейді. Бұл есептің шешілуі 27-ні 3-ке көбейтеміз, бірінші амал. Себебі біз бірінші үшінші шаңғышының жүрген жолын табуымыз керек. Ол 81 болады. Және одан кейін барлығын қосамыз. 81-ге қосамыз, 19 қосылу 27 дейміз. Барлығы 127 метр шығады, барлық жолы. Енді осыған кері есеп құрастырамыз. Енді кері есеп құрастырған кезде бұл жерде мына жерде үшінші шаңғышы белгісіз болды ғой. Енді кері есеп құрастыру үшін бірінші шаңғышыны мысалы кері жаңағы белгісіз қылып жасап қоюға болады екен. Ол үшін міне бірінші шаңғышы белгісіз, бірақ 3 метр кем үшінші шаңғышыға қарағанда. Екінші шаңғышы 19 метр, үшінші шаңғышы 81 метр. Барлығы қанша метр? Міне шешуі 81-ді 3-ке бөлеміз, 27 шығады. Оған қосамыз 81 қосу 19. Барлығын бір-біріне қосқанда 127 метр шығады. Екінші есепке қараймыз. Үлкендер велосипеді 25, жасөспірімдер велосипеді 37, балалар велосипеді 30. Бұлардың барлығы қанша дейді? Барлығы, яғни бұлардың барлығы қазір есепті шығарып көреміз. 92 шығады екен. 92-ге енді бұл жерде кері есеп құрастыру үшін осының кез келген біреусін белгісіз жасап қоюға болады. Менде мысалы үлкендер велосипеді белгісіз. Келесі
Бесінші тапсырма есептеме салыстыр дейді. Бұл жерде өте оңай. Мысалы 8 көбейту 3, 3 көбейту 8 дегенде бұл екеуінде просто жаңағы көбейткіштердің орны ауысып тұр. Яғни бұл жерде оның теңі қанша шығады, тең болғанда ол қанша шығады деп оған қатты ойланбастан бірден бұл екеуі бір-біріне тең болады деп шығара салуға болады. 10 көбейту 17, 15 көбейту 10. Бұл жерде егер бұл көбейткіштердің жаңағы айырмашылығы болса, қай жағы үлкен сан бар, қай жағында сол жаққа мән береміз. Яғни 10 көбейту 17 бұл жақта үлкен болады. 31 көбейту 16, 16 көбейту 31 тең болады. 7 көбейту жақсы. Келесі тапсырма. Тиімді тәсілмен есепте дейді. Бұл жерде тиімді тәсілмен есептеу үшін бұл жерде 23 қосу 18 қосу 7 дейді. Бізге неғұрлым ондық сан шығарып алуға тырысу керек. Мысалы 23-ке 7-ні қоссақ қанша болады екен? 23-ке 7-ні қоссақ 30 болады. 30-ға 18-ді қосқан бізге оңайырақ 48 болады. Енді мына жерде 65 азайту 5 қосу 10 дейді. Бізге 65-тен 5-ті азайтқан әлде қайда оңайырақ. Бірінші жол 65-тен 5-ті азайтып аламыз. 60 қалады, 60-қа 10-ды қоса саламыз. Келесі 68 қосу 12 тең 9 дейді. Бұл жерде дәл өз қалпымен есептей береміз. 68-ге 12-ні қосамыз, нақты бізде не шығады? 10-дық сан шығады. 80, 80-ге 9-ды қосамыз, 89. Келесі соңғысы 56. 56-дан 6-ны азайтсақ 50 шығады, 50-ден 20-ны азайтсақ 30 шығады. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды, балалар. Сендерге егер де бұл видео ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.